Кан Урганчоглу танымал түрік актері және модель. Экрандағы актерлік шеберлігімен талай көрерменді баурап алған түрік актерінің мен бүгін жеке өмірі, мансабы және табысы туралы ақпарат беретін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Кан Урганчоглу 1981 жылы 8 мамырда Түркияның Измир қаласында дүниеге келген. Измир Түркияның ең көп халқы қоныстанған 3-ші қаласы және Стамбулдан кейінгі 2-ші үлкен қала. Актер өте ауқатты отбасында өсті. Оның әкесі мұздатылған тамақ фабрикасын басқарған. Түркияда Кан тек орта жеке мектепті бітірді. Содан кейін отбасымен ақш-қа қоныс аударады. Дәл Америкада болашақ актер колледжді оқып бітіргеннен соң туған жеріне оралып, Мармара университетінің экономика факультетінде оқуын жалғастырады. Америка актерге өте жақсы әсер етті, өйткені ол мүлдем басқа өмірді көрді. Голливуд фильмдерінен шабыттанды және бір күні актер ретінде теледидарға түсуді армандады. Студенттік шағында Кан ол In Style сияқты басылымдарда модель болып жұмыс істейді. Осы журналдардың мұқабаларынан продюсер Абдулла Оғыздың көзіне түсіп, көп ұзамай 2002 жылы Қара оғлан фильміне қатысуға шақырады. Онда актер өзінің дебюттік жұмысында бірден басты рөлді сомдайды. Осыдан соң 2008 жылы актерлік шеберлігін меңгеру үшін Кан қайтадан Америка құрама штаттарына оралады. Онда ол Стелла Адлер актерлік және театр академиясының студенті болады. Кейін 2015 жылы 14 қазанда жарық көрген әлемге танымал Қара махаббат сериалына басты рөлдердің біріне алынады. Дәл осы сериал актердің өмірін түбегейлі дейін және кейін қалдырып өзгертеді. Сериал шыққаннан кейін актер бүкіл әлемге танымал болады. Сериал ең сәтті түрік сериалдарының біріне айналады. Жоба үздік сериал марапатында халықаралық Эмми сыйлығын алады. Канның өзі екінші пландағы ең үздік актер ретінде Аяку газетінің марапатын жеңіп алады. Әрине, бұл танымалдылық актерге үлкен табыс әкеліп, табысты актерлардың қатарына қосты. Мәселен, Networth сайтының мәліметінше, актердің табысы 1,5 миллион ақш долларын құраған. Ал актердің сериалдардың бір бөлімінен қанша алатыны нақты анықталмаған. Дегенмен, кейбір мәліметтерге сүйенсек, 20 мың ақш доллары алады деп көрсетілген. Ол өзінің табысынан бөлек, үйі, машинасы туралы да айтқанды ұнатпайды. Актерді басқа әріптестерінен ерекшелейтіні осы болар. Актер еш уақытта әлеуметтік желіге өзінің машинасында үйін де салмаған. Дегенмен, актер туралы барлығын білгісі келетін жанкүйерлеріне еш тосқауыл қоя алмайсың. Мәселен, актердің машинасы қандай екенін білгісі келген жанкүйерлер оны да тапқан. Актер немістің Mercedes-Benz GLS маркалы көлігін таңдаған. Көлік шамамен 59 миллион теңге тұрады. Қара махаббат сериалынан соң актер мансабында үзіліс жасады. Осы сериалдан соң оған ұсынылған жобалардың барлығынан өзіне лайықтысын таппады. Ол тек Түркия ғана емес, Америка режиссерларынан да ұсыныстар алған. 2018 жылы Кан Джек Райанның басты арна тыңшылық триллерінің 1-ші маусымына шақырту алады. Сериал Amazon видео арнасында көрсетіледі. Кейін 2020 жылы актер Netflixте Махаббат 101 жобасында экранға шығуы керек еді. Бірақ фильм скандалға тап болып, Netflix адымы хэштегімен наразылыққа ұшырайды. Ал бақ өкілдері Netflixтің түрік нарығынан шығуы мүмкін емес екендігі туралы жаза бастайды. Нәтижесінде фильм жарыққа шықпай қалады. Ал келесі жылы тағыда Netflix сайтында көрсетілген сөйлем жобасына түседі. Бұл жоба көптеген марапаттарға ие болады. Жанкүйерлер актердің бұл жобадағы жаңа бейнесін ерекше бағалады. 2022 жылы ол режиссер Рустам Сағадиевтің Ресей-Өзбек бірлескен Барон фильміне және Сенімді қолдарда фильмдеріне түседі. Ал 2023 жылы Фортун операциясы фильміне түсті. Ал актердің жеке өміріне келсек, ең ұзақ уақыт актер жоғары қоғамның өкілі Ерін Мермерсермен кездесті. Бірақ 2013 жылы актер басы бос екендігін айтқан. Көп ұзамай Кан фотограф әрі актриса Зейнеп Оймақпен танысқан. 2016 жылы жұп үйленетіндіктерін жариялайды.
Жастар бір-бірінің ата-анасымен танысып үлгерген. Үйлену тойы 2017 жылдың жазына жоспарланған болатын, бірақ жұптың тойы болмады. Актер Россияда өте қатты танымал болды. 2018 жылы шілдеде актер Россияға барған. Жанкүйерлері актерді көру үшін ол тоқтаған қонақ үй алдына жиналған. Актер таза ауада спортпен айналысқанды жақсы көреді. Сонымен қатар ат спорт түрін және кайтбордингті жүзгенді жақсы көреді. Және де актер музыка тыңдағанды, әдемі көріністерді суретке түсіргенді жақсы көреді. Мінекей достар, актер туралы қысқаша ақпараттар осындай. Ақпараттар ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар.